15 тарау. Гэррис. Ертең 7 сәуір деген күні түнде таң алдындағы күзетте тұрған Остин Дингоның өршелене абалап өзенге қарай жүгіріп кеткенін көзі шалды. Сол сәтте миссис Уэлдон, Дик Сэнд және негрлер үңгірден жүгіре шықты. Динго адамның немесе бірер хайуанның дыбысын сезген, деді жасөспірім. Басқа біреу болса болар, әйтеуір негоро емес, деді Том. Динго оған ерекше ызалана үреді. Негоро қайда болды екен? Деп сұрады миссис Уэлдон. Дикке көз қиығын тастап, мұның мәнісіне тек қана Диктің өзі түсінді. Егер бұл Негоро болмаса, онда кім болғаны? Оның кім екенін қазір білеміз, миссис Уэлдон, деді Дик Сэнд. Сосын Бат пен Остинге және Геркулеске қарап, қане достарым, мылтық пен пышақ алыңдар да менің соңымнан еріңдер деп үстеді. Бәрі де белбеулеріне пышақ қыстырып, қолдарына мылтық алды. Сосын төртеуі де мылтықтарын әп-сәтте оқтап алып, аяқтарын тез басып өзен жағалауына қарай жөнелді. Миссис Уэлдон, Актеон және Том қарт үңгірдің кіреберіс аузында қалды. Үңгірде ұйықтап жатқан кішкентай Джекті кәрінен бағып отыр. Күн жаңа ғана көтерілген. Оны биік жар қалқалап тұрғандықтан жағалаудың қайраңын әлі көлеңке басып жатыр. Бірақ теңіздің батыс жағы сонау көкжиекке шейін алғашқы түскен күн сәулесімен жарқырап тұр еді. Дик пен 3 негр жарды жағалап өзен сағасына қарай тез аттап келе жатты. Бұларды өзен сағасында Динго күтіп алды. Ит тұрған жерінен табан серіппей үріп тұр. Ол адамның өзін көрді, немесе дыбысын сезді. Әйтеуір оның адамға үргені анық. Том қарттың айтқаны келді. Динго өзінің ескі дұшпаны Негороға үрмеген екен. Құзды қиядан төмен түсіп бір адам келе жатыр. Ол жағалаудағы қайраңды бойлап, итке күшімдей түсіп, аяғын балпан басып, ілгері жүрді. Оның ашулы төбеттен қорыққаны көрініп тұр. Мұнау Негоро емес, деді Геркулес. Негороның орнына басқа біреу келсе, зиян тарта қоймаспыз, деді Бат. Бұл жергілікті халықтан болса керек, деді жасөспірім. Мұның пайда бола кетуі алысқа ұзап жер шолудан бізді құтқаратын болды. Әйтеуір өзіміздің қай жерде екенімізді білетін болдық. Төртеуі де мылтықтарын арқаларына асынып, жат адамға қарсы жүрді. Бейтаныс бұларды көріп таң қалды. Жағалаудың осы бөлегінен адам кездестірем деп күтпеген тәрізді ол. Пилигримнің сынықтарын оның әлі көрмеуі мүмкін. Әйтпесе апатқа ұшырағандардың жағалауда екенін білер еді. Анығын айтқанда, түнгі соққан дауыл кеме қаңқасының быт-шытын шығарып талқандаған болатын. Енді оның теңіз бетінде тек кейбір сынықтары ғана қалқып жүр. Бейтаныс өзіне қарсы келе жатқан қарулы адамдарды көріп қалт тұра қалды. Мылтығын дереу қолына алды да қайтадан иығына асты. Әйтсе де Дик Сэнд оған сәлем беріп, қолын бұлғады. Сірә жат адам өзіне қарсы келе жатқандардың бейбіт ниетте екенін түсінсе керек. Сәл уақыт толғанып тұрды да, сосын бұлардың қасына келді. Дик Сэнд оны анықтап көрді. Бұл өңіне қарағанда жасы 40-тарды қусырған, сақал жасы бурыл тартқан, ойнақы көз, беті күнге күйіп қарая түскен бойшаң адам еді. Бұл сияқты күнге күйіп, тотығушылық көшпелілерде, өмір бойы орман аралап, сахара кезіп таза ауада жүретін адамдарда ғана болады. Бейтаныстың басында етекті қалпағы, үстінде тері курткасы, тері шалбары бар. Қонышы тізесінен асқан былғары етігінің сірісіне үлкен шұпыр байлап алған, аттаған сайын сылдыр қарады. Дик Сэнд өзінің алдында тұрған пампастың жергілікті адамы емес екенін бір қарағаннан-ақ таныған еді. Шынында да солай боп шықты. Мұны шетелдік, сезікті авантюрист деуге болады. Алыста жатқан шала жабайы елдерде мұндайлар аз емес. Оның түрі мен жирендеу келген сақалына қарағанда ағылшын-саксон қанды адам деуге болады. Әйтеуір ол жергілікті халық та, испан да емес. Дик Сэнд бейтаныс адамға ағылшын тілінде сәлем беріп еді. О да сол тілмен ешбір мүлтіксіз «Хош келіпсіз, жас достым» деп жауап қайырды. Диктің жорамалдауы шынға айналды. Ол таяу келіп Диктің қолын алды. Жат адам Диктің негр жолдастарына тек қана басын изеп қойды. «Сіз ағылшынсыз ба?» деп сұрады ол жасөспірімге қарап. «Американмын», деп жауап қатты бала жігіт. «Оңтүстік пе?» «Жоқ, солтүстік». Бұл жауап бейтаныс адамды қуантқандай болды. Ол нағыз американ салтымен Диктің қолын қайта алып сілкіп-сілкіп қойды. «Жас достым,
Бұл жағалауға қалай келіп қалғаныңызды сұрауға болар ма екен? Бірақ Дик Сэнд жауап қайырып үлгермей-ақ бейтаныс адам басындағы қалпағын алды да иіліп тәжім етті. Миссис Уэлдон құм үстінде аяғын ептеп басып олардың алдына келіп тоқтаған еді. Бейтаныс адамның сұрағына миссис Уэлдонның өзі жауап берді. «Судар», деді ол, «біз апатқа ұшырадық. Біздің кемеміз жағалау маңының су асты құзына соғылып, кеше ғана қирады». Бейтаныс адам жаны ашып қынжылғандай болды. Мұхитқа бетін бұрып, апаттың ізін көзімен шолды. «Кемеміздің түгі де қалған жоқ», деді Дик Сэнд. «Оның тас-талқаны шыққан. Қалдық жаңқаларын бүгін түнде толқын шайып әкетті». «Бәрінен бұрын», деді миссис Уэлдон, «өзіміздің қай жерде екенімізді білсек деймін». «Оңтүстік Америка жағалауындасыздар», деп жауап қатты бейтаныс. Ол миссис Уэлдонның сұрағына таңданған сияқтанды. «Сіздер мұны қалайша білмейсіздер?» «Я, судар, анық біліңкіремейтініміз рас», деді Дик Сэнд. «Біз бұл жөнінде күмәнді едік. Өйткені жел кемені бағытынан тайдырып, басқа жаққа айдап әкетуі мүмкін. Ал мен болсам, өзіміздің қай жерде екенімізді анықтауға мүмкіндігім болмады. Бірақ менің сізден өтініп сұрайтыным, біздің нақ қай жерде екенімізді дәлелдеңкіреп айтсаңыз екен. Перу жағалауында болсақ керек, дұрыс емес пе?» «Жоқ, жас достым. Аздап оңтүстікке таман. Сіздердің апатқа ұшыраған жеріңіз Боливия жағалауы. Дәлдеңкіреп айтқанда, Боливияның оңтүстік бөлегі, Чили шекарасында деуге болады. Сіздер мына мүйісті не деп атайсыздар?» деп сұрады Дик Сэнд солтүстік жақты көрсетіп. «Бір өкінішті жері мен мұны білмеймін», деп жауап қатты бейтаныс. «Мен бұл елдің орталық өлкелерімен жақсы таныспын. Өйткені онда жиі барып тұруыма тура келді. Бірақ бұл жағалауға бірінші рет келіп тұрғаным осы». Дик Сэнд бейтаныс адамнан мына сөзді естіп, ойға қалды. Жалпы алғанда жасөспірім оншалықты таңданған жоқ. Ағыс күшін білмеген соң, есептен жаңылуы қиын емес. Бірақ Дик Сэнд пилигримнің апатқа ұшыраған жері оңтүстік ендіктің 27-30 градустардың аралығы деп шамалағанды. Мынаның айтуына қарағанда, Дик онша көп қателеспеген. Кеме 25 градуста апатқа ұшыраған болды. Ең соңғы анықталған жер Пасхи аралы еді. Ол арадан шыққалы кеме ұзақ жүрді. Қателесу мөлшерінің мұншалықты аз болуы мүмкін емес. Бейтаныс адамға шын айтпады деп күмәнданарлықтай Диктің ешбір дәлелі болмады. Пилигримнің апатқа ұшыраған жері төменгі Боливия екенін білген соң, бұл жағалаудың елсіздігіне Дик Сэнд таңданған жоқ. «Судар», деді ол бейтанысқа қарап, «сіздің айтуыңызға қарағанда, біз Лимадан көп қашықтамыз деп шамалаймын». «Лима қайда? Алыс. Лима ана жақта», деп ол солтүстікке қарай қолын сілтеді. Негороның жоқ болып кетуін сезіктенген жас әйел мына адамды зер сала бақылады. Бірақ ол мұның қылығынан да, қайырған жауабынан да сезіктенерлікте еш нәрсе таба алмады. «Судар», деп бастады сөзін миссис Уэлдон, «егер менің сауалым сізге ыңғайсыз тисе кешіріңіз. Сіз Боливияда тудыңыз ғой, иә?» «Мен өзіңіз сияқты американмын, миссис». Қасында тұрған адамдардың біреуі өзіне әйелдің фамилиясын айтып жіберуін күтіп, бейтаныс адам тына қалды. «Миссис Уэлдон», деді Дик. «Менің атым Гэррис», деп бейтаныс сөзін жалғастырды. «Мен оңтүстік Каролинада тудым. Бірақ менің туған елімнен кеткеніме мінеки 20 жыл. Содан бері Боливия пампасында тұрып келемін. Мен өз отандастарыммен жолығысқаныма өте қуаныштымын. Бұған сенуіңізге болады». «Мистер Гэррис, сіз Боливияның осы бөлегінде үнемі тұрып келесіз бе?» деп сұрады әйел. «Жоқ, миссис Уэлдон. Мен оңтүстігінде, Чили шекарасында тұрамын. Бірақ мен қазір солтүстік шығысқа, Атакамаға бара жатырмын». «Демек біз Атакама сахарасынан қашық емес екенбіз ғой?» деп сұрады Дик Сэнд. «Дұрыс айтасыз, жас достым. Ол сахара сонау көкжиектен көрінген тау бөктерінің ар жағынан басталады». «Атакама сахарасы», деп қайталады Дик. «Иә, жас достым», деді Гэррис. «Бәлки, Атакама сахарасы оңтүстік Американың ең қызғылықты да аз зерттелген бөлігі болар. Бұл тамаша жер басқа елдердің жерінен ерекше». «Сіз шөл далада жападан жалғыз жол жүруге қалай тәуекел еттіңіз?» деп сұрады миссис Уэлдон. «О, мен бұл сияқты асулардан талай-талай асқанмын», деді Гэррис. «Осы арадан 200 миль жерде Сан-Феличе бар. Онда Гатсент ірі ферма орналасқан. Ол менің бауырымның фермасы.
Онда сауда ісімен жиі барып тұрамын. Егер қаласаңыз, менімен бірге жүріңіз. Онда сізді шын ықыласымен қарсы алатындарына кепіл бола аламын. Сіз ол арадан Атакамаға оңай жетесіз. Менің бауырым сізге қуана-қуана көлік береді. Американның мына сыпайы ұсынысы шын ықыласпен жолаушылардың пайдасына айтылған сияқты еді. Гэррис бұл ұсынысының жауабын күтпестен тағы да миссис Уэлдонға қарап, «Мына негрлер сіздердің құлдарыңыз ба?» деді. Ол Томды және оның жолдастарын көрсетіп. «Осы күні Құрама Штаттарда құл жоқ», деді миссис Уэлдон, оның сөзіне наразы үнмен тез жауап қайтарып. «Солтүстік штаттар құлдықты әлде қашан жойды. Оңтүстіктер де солардың өнегесінен үлгі алған». Айтпақшы солай екен ғой», деді Гэррис. «Бұл маңызды мәселені 1862 жылғы соғыстың шешкені есімнен шығып кетіпті ғой. Мына мырзалардан кешірім өтінемін», деп үстеді Гэррис мысқылды үнмен. Құл иемденушілік жойылғаннан кейін оңтүстіктің американдары әдетте негрлермен осылай сөйлесетін. Бірақ бұл джентльмендер сізге қызмет етіп жүргенін көргеннен соң, мен, сударь, бұл адамдар маған қызмет еткен жоқ және етпейді де, деп миссис Уэлдон оның сөзін бөлді. «Сізге қызмет етуге борыштымыз, миссис Уэлдон», деді Том қарт. «Бірақ бізде ешкімнің иемденбейтіндігі мына мистер Гэрриске мәлім болсын. Менің құл болғаным рас. 6 жасар күнімде мені құл саудагерлері Африкадан ұстап алып, Америкаға апарып сатқан. Ал менің балам Бат, мені құлдықтан құтылып ерікті адам қатарына қосылған уақытымда туды. Жолдастарымның бәрі ерікті адамдардың балдары. Ендеше сіздерді сол бостандықтарыңызбен құттықтаймын», деп жауап қатты Гэррис. Миссис Уэлдонға оның үнінде келеке бардай сезілді. «Дегенмен, осы күнге ерікті Боливияда да құлдық жоқ. Олай болса қорқа қоятын түк те жоқ. Жаңа Англия штатында жүргендеріңіз сияқты, мұнда да қауіп-қатерсіз жүре берулеріңізге болады». Осы сәтте кішкентай Джек нанға еріп үңгірден шықты да, жұдырығымен көзін уқалады. Бала анасын көре сала тұра ұмтылды. Миссис Уэлдон бөбегін аймалап бетінен сүйіп жатыр. «Қандай сүйкімді бала», деді американ Джекке жақындап. «Бұл менің ұлым», деп жауап қатты әйел. «О, миссис Уэлдон, мына ауыр күндерде сіз екі жақтама бірдей өзіңіз үшін де, бөбегіңіз үшін де азап шеккен екенсіз ғой. Оның бәрі енді өтіп кеткен уақиға ғой, мистер Гэррис. Джек те аман, басқаларымыз да аманбыз. Бұл сүйкімді бөбектің бетінен сүйуге лұқсат етіңіз», деп өтінді Гэррис. «Мейліңіз, сударь». Бірақ кішкентай Джек мистер Гэрристі оншалықты жақтырмаса керек, анасына тығыла берді. «Қарай көр бұны», деді Гэррис. «Сенің мені сүйгің келмей ме? Демек мен саған жексұрын көрінеді екенмін ғой». «Кешіріңіз оны, сударь», деп миссис Уэлдон асыға жауап қатты. «Джек өте ұялшақ бала. Біз екеуміз алдымен танысып алайық, сосын достасып та кетерміз», деді Гэррис. «Гастингке барған соң, ол жерден сен мініп серуендейтін әп-әдемі кішкентай ғана атта табылады. Ол жануар біз екеуміздің тез достасуымызға дәнекер болады». Бірақ әп-әдемі кішкентай атты айтып Джекті қызықтырғанымен, бала оған оншалықты елжіре қоймады. Бұрынғысынша бетін анасының етегімен жауып жасырына берді. Миссис Уэлдон әңгіменің бетін басқа жаққа бұруға асықты. Джектің жылы шырай көрсетпеуі өз қызметін соншама сыпайылықпен ұсынған адамның қытығына тие ме деп қорыққан еді ол. Гэрристің ұсынысы туралы Диксент ойға қалды. 200 миль жол жүру миссис Уэлдон мен Джекті өте қажытуға тиіс. Өйткені аяқ артарлық ешқандай көлік жоқ. Диксент өзінің неден қауіптенгенін Гэрриске айтты да, не дер екен деп оның жауабын күтті. «Шынында да, бұл ұзақ жол», деді Гэррис. «Бірақ жағалаудан 100 қадам жерде менің атым байлаулы тұр. Мен оны миссис Уэлдонға шын ризалығыммен беремін. Еркектер жаяу жүреді. Бірақ жаяу жүру еркектер үшін ешқандай қиын емес және қажытпайды да. Бұған сенуіңізге болады. Мен баратын жеріміз 200 миль дегенде, өзен жағалауы мен ондағы жолдың жылан ізінде ирек-ирек екендігін есепке алдым. Осы жолмен қазір ғана өзім жүріп келдім. Егер біз орман арасымен төтелеп жүрсек, онда біздің жолымыз кем дегенде 80 миль қысқарады. Күніне 10 мильден жүріп отырсақ, Гастингке қалай жеткенімізді де білмей қаламыз». Миссис Уэлдон американға алғыс айтты. «Егер айтқан алғысыңыздың шын екендігін дәлелдегіңіз келсе, менің шын ықыласыммен айтқан ұсынысымды қабыл алыңыз», деді Гэррис. «Расын айтқанда, мен бұл орманға келіп тұрғаным осы ғана. Сонда да болса қиналмай-ақ жол табатыныма күмәнданбаймын. Өйткені мен
орман аралап үйренген адаммын ғой. Бізді азық мәселесі ғана қинаңқырайды. Мен Сан-Феличеге жету үшін бір адамға ғана жетерлік азық алып шыққан едім. Мистер Гэррис, деді миссис Уэлдон, бізде азық көп, бөлісіп жерміз. Міне жарады, миссис Уэлдон, деп айқайлады Гэррис. Іздесе таптырмастай боп сәтінің түсе қалғанын қарасаңызшы. Меніңше, ендігі қалғаны тек қана жолға шығу. Гэррис тоғайға байлап кеткен атын әкелейін деп жүре беріп еді. Оны Дик тоқтатып жаңадан сауал берді. Теңіз жағалауынан ұзап, ұзындығы 100 мильге созылған жыныс орманды кезу жас өспірімге ұнаңқырамады. Дик Сэнд нағыз теңізші еді. Теңіз жағалауынан ұзап кеткісі келмеді. Мистер Гэррис, деді ол, Атакама сахарасын кезіп 120 миль жол жүру маған қолайсыз көрініп тұр. Теңіз жағалап жүргеніміз жөн болмас па еді? Мейлі, біз солтүстікке немесе оңтүстікке қарай жүрсек те бәрібір. Әйтеуір теңіз маңына жақын қалалардың біріне жетсек болғаны. Гэррис жайлап қана қабағын кіржитті. Жас достым, деді ол. Бұл жағалауды мен білетін болсам, теңіз маңына ең жақын қала біз тұрған жерден 300 немесе 400 миль. Дұрыс айтасыз. Дик Сэнд оның сөзін бөлді. Бірақ оңтүстікте ме, әлде солтүстікте ме? Оңтүстікте, деді американ. Келидің өзіне жеткенше төмен қарай жүруіміз керек. Демек, жол ұзаққа созылады деген сөз. Мұның үстіне, егер мен сіздің орныңызда болсам, Аргентина республикасының пампастарына жуылмауға тырысар едім. Бір өкінішті жері, сіздерге еріп онда өзім де бара алмаймын. Келиден шығып беруге баратын пароходтар ол жағалауға жақындамай ма? Деп сұрады миссис Уэлдон. Жоқ, деді Гэррис. Олар ашық теңізбен кетеді. Сірә сіздерге бірде-бір пароход кездеспеген болар. Дұрыс айтасыз, деді миссис Уэлдон. Сөйтіп, Дик, сенің мистер Гэрриске тағы қандай сауалың бар? Бір ғана сауалым бар, миссис Уэлдон, деді жасөспірім оның ұсынысына қосылғысы келмей. Бізді Сан-Францискоға жеткізетін пароход қай порттан табылар екен? Сол жағдайды сұрап білейін деп ем. Расын айтқанда, жас достым, сіздің бұл сұрағыңызға жауап қайыру маған қиын соғып тұр, деді американ. Сан-Феличедегі гациендтен сіздерді Атакама қаласына жеткізіп салатын көлік табамыз. Мен осыны ғана білемін. Ал сосын, мистер Гэррис, миссис Уэлдон оның сөзін бөлді. Сіздің ұсынысыңыз Дикке ұнамай тұр екен деп ойлай көрмеңіз. Жоқ, миссис Уэлдон, деп айқайлады жасөспірім. Мен мистер Гэрристің ұсынысын жан тәніммен алғыс айтып қабылдауға әзірмін. Пилигрим бірнеше градус солтүстікке немесе оңтүстікке таман қирамады. Менің өкінетінім осы ғана. Олай болғанда, бірер портқа жақындап, елімізге қайтуға біраз жеңілдік табар едік. Және мистер Гэррис бізге бола жолынан қалып әуре болмас еді. Ғафу етіңіз, мен аса қуаныштымын, деді Гэррис. Бұл жерде отандас адам сирек кездеседі дедім ғой. Сондықтан да шын ықыласыммен сіздерге аз да болса қызмет көрсеткім келді. Сіздің ұсынысыңызды қабылдаймыз, мистер Гэррис, деп жауап қатты миссис Уэлдон. Әйтсе де, сізді атыңыздан айырып жаяу жүргізім келмей тұр. Өзім де асқан жүргіш. Мен сізден де жүргішпін, деп Гэррис тағзым етті. Мен пампастарды жаяу кезіп шынығып қалған адаммын. Егер біздің отряд жолда кідіріп қалатын болса, оған мен кінәлі емес шығармын. Жоқ, миссис Уэлдон, сіз кішкентай Джекті алдыңызға алып атпен жүресіз. Дегенмен, гациенд қызметкерлерінің бір жолшыбай ұшыраспауы мүмкін емес. Егер салт бара жатса, бізге астындағы аттарын қуана-қуана түсіп береді. Дик Сэнд Гэрристің ұсынысына наразылық білдіре берсе, келіншекті ренжітіп алатынын байқады. Мистер Гэррис, деді ол, олай болса жолға қашан шығуымыз керек? Тап бүгін, жас достым, деп жауап қатты американ. Бұл араның жауынды маусымы мамыр айынан басталады. Лайсаң басталғанша Сан-Феличедегі гациендке жетіп қалуға асығуымыз керек. Орман аралап жүретін жол төте, бәлки қауіпсіз де болар. Көшпелі үнділер орманға сирек келеді. Олар көбінесе жағалаудағы елді талауды көздейді. Ал Том, достарым, деді Дик негрлерге қарап. Ендігі мәселе қазірден бастап жол жүру қамына кірісу ғана. Азық қорынан көтеріп жүруге ыңғайлы жеңіл-жеңілдерін ғана іріктеп ап, тайлап буамыз да барлық жүкті өзара бөлісіп аламыз. Мистер Дик, деді Геркулес, тілесеңіз жүктің бәрін бір өзім-ақ көтеріп жүрейін. Жоқ, болмайды, батыр, деді жасөспірім. Ең абзалы барлық жүкті бәрімізге тең бөлу. Геркулес, сіз күшті көрінесіз, деді Гэррис, бейнебір оны сатылғалы тұрғандай басынан аяғына дейін қарап шығып. Африканың еріксіздер базарында сізге бағаны аз төлемес еді.
Маған құнымнан артықты кім төлесін, деп күлді Геркулес. Бірақ сатып алған кісі мені ұстау үшін талай жер жүгіру керек болар. Жолға шығуды тездету үшін бәрі жұмыла іске кірісті. Дайындық жұмысы ұзаққа созылған жоқ. Өйткені бұлардың қазіргі тұрған жерінен Сан-Феличедегі Гассентке жету үшін небәрі 10 шақты күн уақыт керек. Мистер Геррис, сіздің меймандостығыңызбен пайдаланбас бұрын сізді өзіміз қонақ еткіміз келіп тұр, деді миссис Уэлдон. Бізбен бірге отырып ас ішуден бас тартпассыз деймін. Бұған риза шығарсыз? Әбден ризамын, миссис Уэлдон, әбден ризамын. Геррис көңілдене жауап қатты. Бірнеше минутта ас дайын болады. Әбден жақсы, миссис Уэлдон. Ас піскенше мен атқа барып келе қояйын. Оның ендігі оты да қанып қалған болар. Сізге еріп баруға рұқсат етіңіз, деп сұрады Диксент американнан. Егер барғыңыз келсе, жас достым, деді Геррис. Мейлі, бірге барайық. Сізге мына өзеннің теңізге құятын сағасын көрсетейін. Сөйтіп олар атқа бірге кетті. Бұл арада миссис Уэлдон энтомолог ғалымды іздеуге Геркулесті жіберді. Айналада не болып жатқанымен Бенедикт ағайдың түк жұмысы жоқ. Тоғай шетіндегі бұталардың арасынан сирек кездесетін жәндіктер іздеп жүрген. Ғалымды Геркулес зорлап әкелуге мәжбүр болды. Миссис Уэлдон Бенедикт ағайға алыс елге жаяу кетуге ұйғарылғанын, орман аралап жүретіндерін және жолдың 10 күнге созылатынын айтты. Бенедикт ағай қалаған уақытта жүріп кетуге әзір екендігін айтты. Тек қана оған жолшыбай жәндіктер аулауына рұқсат етілсе болғаны. Оңтүстік Американың ол шетінен бұл шетіне шейін жаяу баруға риза екенін білдірді. Мұның соңында миссис Уэлдон нанды жәрдемшілікке алып дәмді ас дайындады. Ұзақ жолға шығар алдында тамақтанып алудың ешқандай артықтығы жоқ қой. Бұл уақытта Дик пен Геррис өзен сағасындағы жарды жағалап, бірнеше 100 қадам өзенді өрлей жүрді. Біраздан соң ағашқа арқандаулы тұрған ат көрінді. Ат иесін көріп, оқырана қарсы алды. Бұл бір асқан жақсы ат екен. Оның қай тұқымнан екендігі Дикке мәлім емес. Бірақ аттың тұла бойында арабы тұқымның нышаны барды. Мұны анықтау үшін аттың жіңішке мойыны мен жатағандау шоқтығына мал танитын тәжірибелі адам көз жүгіртіп өтсе жетіп жатыр. Сіз байқайсыз ба, жас достым, деді Геррис. Бұл сондай күшті жануар. Бұған алаңсыз сенуге болады. Геррис ағаштан атты шешіп алды да, жүгенінің сұлулығынан ұстап, Диктің алдына түсіп үңгірге қарай жүрді. Бала жігіт өзеннің екі бетіндегі жарға тесіле қарай түсіп, Герристің соңынан ерді. Бірақ ол сезіктенерлікте еш нәрсе көре алмады. Үңгірге таяу келгенде күтпеген жерден: «Мистер Геррис, сіз бүгін түнде Португал Негоро дегенді кездестірмедіңіз бе?» деп сұрады Дик. «Негоро?» деп қайырып сұрады Геррис, өзінен Диктің кімді сұрап тұрғанын білмеген кісіше. «Негоро дегеніңіз кім?» «Ол кісі пилигримнің аспазы еді», деп жауап қатты Диксент. «Жоқ болды да кетті. Суға батты ма?» деп сұрады Геррис. «Жоқ», деді жасөспірім. «Ол кеше кешкісін бізбен бірге болды, бірақ түнде кетіп қалыпты. Оның өзенді жоғары өрлеп кетуі ықтимал. Сіз оның кеткен жағынан келдіңіз ғой, сол себепті сұрап тұрмын». «Маған ешкім кездескен жоқ», деді американ. «Егер сіздің аспаз орманның ит мұрны өткізіс қалың жеріне жападан жалғыз барып енсе, оны адасты дей бер. Дегенмен мүмкін біз оны жол жөнекей қуып жетерміз». «Иә, мүмкін», деп міңгірледі жасөспірім. Диксент пен Геррис келгенде ас әзір болған еді. Кешегі сияқты бұл аста ет консервасы мен кептірілген наннан істелгенді. Геррис асқа ас қасқырша келікті. «Жолда аштан өлмейді екенбіз», деді ол. «Бірақ жас достым, әлгі Португал сорлының халі нешік болар екен?» «А?» деп миссис Уэлдон оның сөзін бөлді. «Негороның ғайып болғанын сізге Дик айтып па еді?» «Иә, миссис Уэлдон», деді жасөспірім. «Мистер Геррис Негороға ұшыраспады ма екен? Соны білгім келіп еді». «Жоқ, ұшырасқам жоқ», деді американ. «Енді ол қашқын туралы ойлауды қоялық та, өз ісімізбен болайық. Миссис Уэлдон, сіздің қалаған уақытыңызда аттануға әзірміз». Әркім көтеруге тиісті жүгін алысты. Геркулес жас әйелді қолтықтап атқа аттандырды. Кішкентай Джек өзінің ойыншық мылтығын арқасына асып, анасының алдына мінді. Өзіне сондай тамаша ат берген адамға алғыс айтуды ойына да алған жоқ. «Тізгін ұстауға асықты Джек. Бұл мырзаның атын өзім жүргіземін», деді анасына. Тізгін Джекке берілгенде жұрттың бәрі өзін отряд бастығы деп танығандай болды бала.